Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге бүгін құймақ жасайтын боламыз. Ол үшін жылы айран, жұмыртқа, дәміне қарай қант және шым-шым тұз салып араластырамыз. Қажетінше ұн қосамыз, яғни қамырымыз қою болуы керек. Ендігі кезекте жылы қайнаған суға содамызды қосып араластырамыз. Оны қамырымызға сұйық болғанша қосып отырамыз. Дайын болған қамырымызға майымызды қосамыз. Қамырымыз осындай сұйық болуы қажет. Қызып тұрған табамызды майлаймыз, алғашқы құймағымызды пісіріп аламыз. Құймағымыздың әрбір бөлігінің пісуіне 1 минуттай қажет. Ең бастысы құймақтарыңызды күйдіріп алмауға тырысыңыздар. Құймақтың келесі бөліктерін пісірген кезде табаны майлаудың қажеті жоқ. Дайын болған құймағыңызға кез келген салмағыңызды салып ұсынсаңыз болады. Сіздерге тез әрі оңай дайындалатын құймақтың осы рецептімен жасауға кеңес беремін.